Қайырлы таң достар, сұрақ келді көз тию туралы. Мен өз басым көз тимес үшін мына дұғаны оқып жүрмін. Ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир. Осыны 100 рет айтсаңыз, таңнан кешке дейін 100 күнәңіз кетіп, 100 сауап жазылады, және сақтайды деген хадис бар. Кеште айтсаңыз, таңға дейін сақтайды деген. Мен осыны күнде айтып жүремін шамам жеткенше. Кейде ұмытып қалған кездер, ұмытып кеткен кездер де болады енді арасында. Көз тиюдің енді белгілері адам есіне беретін болады. Мен өзіме талай келді, талай емдедім. Есіне береді, селсоқ болып қалады, жаңағы жай рахат болып қалады. Ештеңе керек болмай қалатын болып қалады, сондай болып қалады адам. Және бір саудасына көз тисе, саудасы жүрмей қалады. Жаңағы денсаулығына көз тисе, денсаулығы селсоқ болып қалады, жаңағы мәңгіріп қалады адам. Емдегеннен кейін жаңағы жазылып кетіп жатады көбінесе. Енді көбінесе бұл көз кімдерде бар, жаңағы іші тар адамдар болады, көз қатты таңғалатын. Мен талай көрдім, аузынан алла түспейді. Бірақ адамға таңғалған кезде алла несіне алмайды. Сондықтан мұқият болыңдар. Біреуге бір жақсы нәрсе көрсеңдер, алланы еске алып барып таңғалса, онда көз тимейтін болады. Алла деп айт, бисмилля деп айт, альхамдулилля деп айт, машалла деп айт. Аллахты есіңе алсаң, көз тимейді. Ал енді Аллахты есіне алмай кез келген нәрсеге пірамай таңғалса, көз тию мүмкін. Себебі оған хадис дәлел бар, иннал айнал хақ деген, көз тию хақ деген. Және сахабалардың айтып кеткен сөздері де көп көз тию жайлы. Бауырларыңа сақ болыңдар, мақтамаңдар, мақтауға лайық Аллах деген тек қана. Сол таңғалмаңдар, өздерің сияқты мақұлыққа. Адам бір пенде, таңғалатын ештеңесі жоқ, бәрі бірдей. Сақ болыңдар. Енді көз тиіп не істеп жатсаңдар, шариғи жолдары, емделу жолдары, дұғамен сөйтіп емделіп, ем салумен медицина оны емдей алмайды. Вегетативная сосудистая дистония деген бар, қазір диагноз бар. Адам ауырам деп айта береді, бірақ несін табылмайды, диагнозын табылмайды. Бірақ екі сөздің бірі тек мен ауырам. Тексерсе, анализі несі бәрі дұрыс болады. В общем, қуып бастайды адам. Сондықтан сақ болыңдар. Сұрақтар болса қоямыз, подписка жасаймыз.